Жалғастырайық. Ақтөбеде Нұр Ақтөбе деп аталатын қалашық салынып жатыр. Қолжетімді баспана 2020 бағдарламасымен ірге көтерген бұл ауданға болашақта 260 мың жергілікті тұрғын қоныстанады. Қалашық біткен бойда алғашқы 650 ақтөбелік осы жылдың соңына дейін кірмекші. Олар қазірден қоныс тойын тойлауға әзір. Алып құрылысты премьер-министрдің бірінші орынбасары, өңірлік даму министрі Бақытжан Сағынтаев бүгін өзі көрді. Олғасыровтар отбасы жуырда баспаналы болды. 15 жыл басыбайлы пәтеріне 40 мың теңге төлейді. Жас отбасына мемлекеттік бағдарламаның шарапаты тиген. Несиеге осындай пәтер бермегенде квартира жағалап, жалдамалы үй жағалап, бүткіл табысымыз далаға кететін жағдай. Мемлекет осы біз сияқты жас отбасыларға қолдау көрсетіп жатыр. Бұйырса қазан айында Бекзат секілді 650 тұрғын мемлекеттік бағдарламамен баспаналы болады. 41-і мұқтаж жандар, 600-ден аса тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің салымшылары. Қазіргі күні инженерлік коммуникациялық желілердің барлығы жүргізілді. Абаттандыру жұмыстары ғана қалып тұр. Өткен жылы тағы 780 пәтерлі үйді бастағанбыз. 80% дайын. Құрылысшылар биыл тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің салымшыларына арнап 360 және жас отбасылармен жалдамалы 300 пәтер салуға кіріспек. Құрылыс қарқын алған қалашыққа Бақытжан Сағынтаев оң баға берді. Қазір біз үлкен маңызды мәселеге баса назар отырып отырғанымыз, бұл осы құзырлы органдардың, осы үйдің құрылысының соғылғанынан бастап, кілтін пәтердің иесіне тапсырғанға дейінгі тексеру жұмыстарын жүргізу. Сапасы жоғары, жобасы ерекше Нұр Ақтөбе қалашығының 2-ші мөлтек ауданы салынып жатыр. 3 жылда мұнда қолжетімді баспана бағдарламасымен 5 мыңнан аса пәтер, мектеп, балабақша мен емхана пайдалануға берілмек. Нұр Ақтөбе қалашығының құрылысы 15-20 жылға дейін созылады. 9-дан 25 қабатқа дейінгі үйлер тұрғызылып, әкімшілік, әлеуметтік және мәдени спорттық кешендер бой көтереді. Бұл құрылыс өңірдің тұрғын үй мәселесі ғана емес, аймақтың дамуына да зор үлес қоспақ. Әлия Таласова, Бақытжан Едігеев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбе.